Қыздар, жігіттер, жақсылап жайғасып отырып алыңыздар. Егер жак көлігін алуды жоспарлап жүрген болсаңыздар, салонда кассаға төлеп кететін ақшадан бөлек шыққаннан кейін қандай да шығындарға ұшырайтыныңыз жайында сіздермен қазір мен бөлісетін боламын. Ең алғаш салонда тұрып ақ сол жерде 923 теңге мемлекеттік алымдарға, яғни мемлекеттік тіркеу нөмірін алу үшін төлеген болатынмын. Одан кейін 4615 теңге тағы да осы нөмір үшін төледім. 10337 теңге қателеспесем тағы да осы және техпаспорт, яғни екеуін бірге төлеген болатынмын. Оның қайсысына екенін мен нақтысын уже есімнен шығып қалды. Одан кейін салоннан шыға салып, біз сол жерде салонның алдында тұрып 36.000 теңге автокөлікті сақтандыру, яғни 36.000 теңге мен және өзімнің қасыма тағы бір екінші кісіні қосқан болатынмын. Екеумізге 36.000 теңге шықты. Қаланың ішіне кіріп келдік, сонымен Каспийге кіріп еденге төсеніш, яғни коврики, Эва коврики 9200 теңгеге тапсырыс бердім. Қозғалтқышты картерді қорғайтын металл жабын 17990 теңге. Резинке жабын салон ішіндегі мына телефон қоятын, стақан қоятын, сол жерге арнайы кішкене силикон резинкелер бар. Соларға 1850 теңге төледім. Видеорегистратор үшін 34.000 теңге, кілтке чехол 1600 теңге, орындыққа чехолдарды мен 43.000 теңгеге тапсырыс бердім. Салон алды панельге арнайы жабын накидка 9000 теңге, оны Каспийден заказ бердім. Ветровики айналдыра 11000 теңгеге заказ бердім. Қысқы дөңгелек 116800 теңгеге заказ бердім. Салон үшін детейлинг жасаттым. Бұл менде акциямен солай шығып қалды 25000 теңгеге, яғни салонның қауіпті аймақтарына арнайы сондай пленкалар жабыстырған болатынбыз. Қағаз төсеніштер еденге, яғни мен бұны қысқа дайындық кезінде арнайы салонның ішін лайлап кірлемес үшін әркез қағаз төсеніштерді тапсырыс берген болатын 3500 теңгеге. Багаж еденіне арнайы төсеніш 8514 теңге Каспийден тапсырыс бердім. Ендігі ең қызықты жерлері бұл техникалық қызметтер үшін, яғни ТО 1 30252 теңге, техникалық қызмет 2 47390 теңге. Осы жерде мен доскар алдап кеткен болатын. Одан кейін үшінші техникалық қызметке 32000 теңге. Бұл жерде мен кішкене ақылдырақ болдым, достар. Автомай және сүзгілер үшін, яғни бұдан кейін мен кішкене ақылды болып көрінейін дедім де, мен арнайы өзіме 2 рет техникалық қызмет көрсетуге арналған май және сүзгілерін алған болатынмын. Жалпы 2 канистр май және жалпы барлық сүзгілердің сомасы 41000 теңгеге шықты. Осы арада ашынып тұрып айта кетейін, мен де түсіп қалдым, өкінішке орай жаңа көлігіммен бірге 18460 теңге айыппұл төлеген болатынмын. Бұл менде жазғы демалыстан Павлодар қаласында қайтып келе жатқан кезде болған оқиға. Ал достар, енді жоғарыда айтқан сандардың барлығын қосып, сомалардың барлығын өздеріңіз есебін шығара беріңіздер. Мендегі жобамен, яғни міндетті түрде өзімнің комфортыма жасалған шығындар осындай болады. Бұдан бөлек, енді 1 жыл бойына сұйық отын тұтыну көлемін егер сомасын сұрағыңыз келсе, онда мен ол жерде 325872 теңге жаратқан екенмін бензинге. Және бұдан да бөлек басқа түрлі майда шүйде шығындары бар. Ол өзімен өзі кете беретін 100 теңге, 200 теңге парковка үшін төлейсіз, ақылы қазавто жолға төлейсіз деген секілді, одан басқа жағдай арнайы терезелерін жуып шаятын сұйықтықтар құясыз деген секілді. Олардың барлығын есептей берсек, әрине көбейіп кетуі мүмкін. Бірақ мен есептедім. Бұл 1 жылда көлікке менің жаратқан барлық соманы қосқанда 652.000 теңге жобасында ақшаны жаратқан екен, достар.